Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін бізде кезекті Қазақстан тарихының сабағы. Бүгін біздегі тақырып бұл мәдениет. Нақты айтқан кезде 10-шы және 13-ші ғасырдағы Қазақстанның мәдениеті. Ал ендеше кеттік оқушылар. Ең бірінші біз қарастыратын дүние бұл қалалардың дамуы. Біле білсеңіздер, бізде мынау 6-шы және 9-шы ғасырларда Ұлы Жібек жолының арқасында Қазақстан оңтүстік және жетісу аймақтарында қалалар қарқынды түрде дамый бастайды. Сөйтіп өзінің шарықтау шегінде мынау қалалардың дамуы 10 және 13-ші ғасырда дамиды екен оқушылар. Бізде мысалы Кедер, Ясыжент, Башкент деген секілді қалалар жаңадан пайда болды екен. Бұған дейін де бұл қалалар болған, бірақ қалалар емес, олар кішігірім тұрақтар болған екен, андай ауыл сияқты. Ал осы 10-13-ші ғасырдан бастап бұл қалалар, атап өтсек, Кедер, Ясыжент және Башкент деген қалалар уже ірі сауда орталықтарына айналған екен. Ал бұрыннан бері, 6-шы ғасырдан бері ірі сауда орталықтары болып саналатын қалалар бұл Испиджаб және Отырар қалалары екен. Бұл екі қалада бізде Шымкент қаласының маңында орналасқан, және де бұл екі қаланың екі атауы бар. Испиджабтың екінші атауы Сайрам, ал Отырардың екінші атауы Фараб екен. Осыны міндетті түрде естемеде сақтап алыңыздар, ұмытпаңыздар. Жалпы бізде қала мәдениеті осылай жақсы қарқынды түрде дамып келе жатты 13-ші ғасырдың басына дейін, бірақ бұл дүниені бізде моңғол шапқыншылығы бұзады екен. Шыңғысхан бастаған, сөйтіп қалалардың дамуын тежеп, жалпы бізде осы оқиға қалалардың дамуын өте ұзақ уақытқа тоқтатып қояды екен. Енді сәулет өнеріне тоқтала кетейік. 13-ші ғасырда жалпы сәулет өнері қарқынды түрде дами түсті. Сәулет өнері дегеніміз оқушылар жалпы әсем, үлкен, алып ғимараттарды айтамыз, архитектура дейміз ғой сәулет өнері деп. Бұл кезеңдегі 10-13-ші ғасырлардағы сәулет өнерінің көрнекі ескерткіштері бізде орта ғасырда, именно орталық Қазақстанда 2, ал оңтүстік Қазақстанда 3 екен. Мысалға, орталық Қазақстанда бізге баруымызға белгілі ескерткіштердің бірі бұл Жошы хан кесенесі. Орналасқан жері Жезқазған маңындағы 40 шақырымдай жерде Кеңгір деген өзен жағасында орналасқан екен бұл кесене. Сонымен қатар тағы бір осы 10-13-ші ғасырдағы орталық Қазақстандағы ескерткіштердің бірі бұл Алаша хан күмбезді кесенесі. Бұл кесене тоже орталық Қазақстанда Қарағанды облысы Қара Кеңгір өзенінің бойында орналасқан екен. Жалпы Жошы хан мен Алаша хан кесенесі бір-біріне жақын орналасқан. Екеуі де орталық Қазақстанда орналасқан. Келесі кесенелер бізде оңтүстік Қазақстанда қалыптасты. Ең біріншілері, ең ежелгілері бұл 10 және 11-ші ғасырларда салынған Бабаджа Хатун кесенесі екен. Кейінірек уже 11 және 12-ші ғасырларда тура сол оңтүстік Қазақстанда Тараз қаласының маңында Айша Бибі кесенесі салынады. Бұл құрылыстың суретінде қарасаңыздар 4 бұрышты келген. Күмбезі 3 бұрыш болып қалған. Күмбез деген жалпы мынау кесененің үстіндегі 3 бұрыш болып тұрған бұл күмбез деп аталады екен. Сонымен қатар тағы да сол Тараз маңында Қарахан күмбезді кесенесі бар. Бұл Қарахан мемлекеті кезінде салынған кесене екен. Бізде мінекей орталық Қазақстанда Жошы хан кесенесі, Алаша хан кесенесі бар. Ал оңтүстіктегі Тараз қаласының маңында Бабаджа Хатун, Айша Бибі кесенесі және Қарахан күмбезді кесенесі бар екен. Енді сауданың дамуына тоқтала кетейік. Жалпы бізде 10-13-ші ғасырларда қалалардың дамуына байланысты тура сол секілді сауда да қарқынды түрде дами түседі. Мысалы, Испиджаб, Кедер, Отырар, Тараз, Науакен және Баласағұн секілді ірі сауда орталық мекендерінде сауда қарқынды жүрді. Ол қалай болды? Мысалы, именно сол мемлекеттің ішінде қала тұрғындары, яғни қаланың саудагерлері дала тұрғындарымен, яғни көшпелі малшылармен, мал бағатын малшылармен айырбас сауда жүргізген болады. Мысалға, дала малшылары не бере алды қала тұрғындарына? Олар кез келген мал өнімдерін, жылқы, мал, жүн, тері деген секілді заттарды беретін болса, ал дала тұрғындарына қала тұрғындары, яғни саудагерлер, мынау дала тұрғындарында жоқ, малшыларда жоқ, мата, нан, ыдыс-аяқ деген секілді осындай секілді заттарды айырбас сауда арқылы жүргізетін болған. Сонымен қатар тек қана малшылармен емес, қала маңындағы егіншілер де болды. Егін егетін осы егіншілермен де бізде қала тұрғындары айырбас сауда жүргізген болатын. Егіншілер қала тұрғындарына не бере алды? Олар астық жеміс берсе, егіншілерге қала тұрғындары осы егіншілерде жоқ шыны, аяқ, зергерлік бұйымдар мен әшекейлерге осы астық жемістерін айырбастап алатын болған екен. Жалпы бізде бірақ 10-13-ші ғасырларда ақшаның, яғни теңгелердің пайда болуына байланысты
айырбас сауданы толығымен ақша қатынастары ығыстырып жібереді екен. Оған дәлел бізде мынау Испиджаб, Отырар секілді ірі қалаларда бізде теңге сарайлары қалыптасып, теңгелер шығарыла бастайды. Ең алғашқы шығарылған теңгелердің бірі бұл күміс дирхемдер, яғни күмістен жасалған. Бұл күміс дирхемдер, жаңа айттық қой, қала және дала, яғни қала немесе егін егетін егіншілер арасында, яғни бір мемлекеттегі халықтар арасында қолданылатын ақшаның түрі екен. Сонымен қатар бізде күмістен бөлек алтыннан жасалған динарлар да пайда бола бастады, бірақ ол динарларды уже мемлекет аралық қатынастарда пайдаланған екен. Келесі бізде рухани мәдениет. Қазірдің өзінде де оқушылар ислам діні ең үлкен әлемдік діндердің бірі. Жалпы ислам мәдениеті бізге қалай келді? Біз алдыңғы сабақтарда Атлах шайқасын өткен болатынбыз. 751 жылы Атлах шайқасы болады. Соның нәтижесінде түркілер арасында ислам діні кеңінен тарай бастайды. Сонымен қатар бізде Самания әулеті Испиджаб қаласын басып алғаннан кейін тоже ислам мәдениеті кеңінен тарай бастайды. Дәл сол уақыттан кейін Қарахан мемлекетінің билеушісі Мұса Қаған 960 жылы ислам дінін мемлекеттік дін ретінде бекітеді Қарахан мемлекеті деп. Дәл осы барлық оқиғалардың барлығы мынау Атлах шайқасы, Самания әулетінің Испиджаб қаласын басып алуы, сонымен қатар исламды мемлекеттік дін ретінде бекітуінің барлығы оқушылар исламның түркілер арасында таралуына көптен көп әсерін береді екен. Бірақ та бізде Шоқан Уәлиханов мынандай деректер қалдырып кеткен екен. Түркілер исламды қабылдағанмен, олардың арғы діні, яғни тәңіршілдіктің кейбір сипаттарын әлі де сақтап қалған екен дейді оның деректерінде. Сонымен қатар 10-13 ғасырлар оқушылар жалпы бізде түркілердің алтын ғасыр деп аталады. Бұл кезеңде бізде мәдениет, өнер, сәулет өнері және де ғылым дамыған екен. Ғылым қалай дамыды? Бізде бұл кезеңдерде тек қана шығыс елдеріне емес, Азия елдеріне емес, сонымен қатар бүкіл әлемге, Европаға танымал ғұлама ғалымдар дүниеге келеді екен. Абу Насыр әл-Фараби, Абу Райхан, Бируни, Махмуд, Қашқари, Қожа Ахмет Яссауи секілді, осы барлық ғұламалар бізде дәл осы 10 және 13 ғасырларда өмір сүріп, өздерінің есімдерін жалпы тарихта ойып қалдырған болатын. Жалпы бізде ұлттық бірыңғай тестілеуде жиі кездесетін сұрақтардың бірі Абу Насыр әл-Фараби және Абу Райхан әл-Бируни өзінің еңбектерін қандай тілде жазады деген сұрақ бар. Оны оңай жаттау үшін қараңыздар оқушылар, Абу Насыр әл-Фараби дегенде әл деген бар, Бируни дегенде тоже әл-Бируни дейді. Кімнің есімінде әл болса оқушылар, ол өзінің еңбектерін араб тілінде жазған екен. Сіздерге лайфхак. Ал егер Жүсіп Баласағұн, Махмуд Қашқари, Ахмет Игну Ки, Қожа Ахмет Яссауи болса есімдері, онда олар өздерінің еңбектерін түркі тілінде, яғни аяғы имен аяқталатын болса, ол өзінің еңбектерін түркі тілінде жазған екен. Тоже сіздерге бір лайфхак. Да, сіздерге плюс 1 балл болады болашақта. Енді әрбір осы тұлғаның тарихына тоқтала кетейік. Ең алғашқысы дүниеге келген бұл 870 жылы Абу Насыр әл-Фараби Отырар қаласында, немесе оның екінші атауы Фараб деп аталады. Жалпы Абу Насырдың дүниеге келген уақыты 870 жыл, бізде 2023-тің де, 24-тің де, 25 жылдың 100 датасында кездеседі. Яғни бұл датаны 870 жылы Абу Насыр әл-Фарабидің дүниеге келген міндетті түрде жаттап алуымыз керек. Әл-Фарабидің есімі жалпы шығыс әлемінде ерекше орынға иеленеді екен. Оның еңбектеріне қарап, бізде ойшылдар бар ғой, Ибн Сина, Омар Хайям деген секілді, солардың жалпы көзқарастары қалыптасады екен, ғылымға деген, өмірге деген осы әл-Фарабидің еңбектеріне қарап. Астрономия, логика, музыка теориясы, математика, әлеуметтану, этика, медицина, психология, философия, құқық, бұл ғылым салаларының барлығы толығымен Абу Насырдың зерттеген ғылым салаларының барлық толық тізімі емес екен. Былайша айтқанда Абу Насыр әл-Фараби бізде жан-жақты бүкіл ғылым саласының дамуына үлес қосқан екен. Бізде әлемнің бірінші ұстазы атанған Аристотельдің агоном деген ілімі бар. Соның барлығын жинақтап бір жүйеге келтірген осы әл-Фарабидің жетістігі үшін оған әлемнің екінші ұстазы деген атақ беріледі екен. Келесі біз қарастыратын тұлға бұл Абу Райхан Бируни оқушылар. Ол 27 жасында өзінің негізгі еңбегі өткен буындардың ескерткіштері деп аталатын еңбегін жазады, шығарады. Бұл міндетті түрде сіздер білу керек дүние. Абу Райхан Бирунидің еңбегі деген кезде белгілейсіздер, өткен буындардың ескерткіштері деп. Сонымен қатар оның Масғұт кестелері атты еңбегінде ең алғашқы рет санау жүйесі туралы
және де тригонометриялардың негіздері және астрономия мәселелері қарастырылған болатын. Мынау Аль-Бируни бізде Коперник пен Галилейге дейін өзінің еңбектерінде жер күнді айнала қозғалатын туралы айтып кеткен екен. Яғни бірінші өзінің еңбектерінде ол Бируни жазды, одан кейін барып бізде Коперник пен Галилей айтқан болатын, бұл деректі. Жалпы әлем ғалымдары 11 ғасырда Абу Райхан Бируни деп ғасыры деп атап кеткен екен. Ал бізде Абу Райхан Бируни 11 ғасырда өмір сүрген. Келесі біз қарастыратын тұлға бұл Жүсіп Баласағұн. 11 ғасырда дүниеге келеді. Қарахан мемлекетінің орталығы Баласағұн қаласында, оның негізгі еңбегі Құтты білік. Осы Құтты білік оның еңбегіндегі ішіндегі барлық мән мағынасы бұл ізгіліктің қайнар көзі білім екендігіне барлық халықты шақырмақшы болады бұл еңбегінде. Жалпы сонымен қатар Құтты білік деп аталатын оның еңбегі оқушылар міндетті түрде жаттап алыңыздар. Түркі тілінде жазылған ең алғашқы энциклопедиялық еңбек екен. Көрдіңіздер ме? Жаңа айттық қой, Жүсіп Баласағұн егер емен аяқталса, ол еңбегін түркі тілінде жазған. Ал мысалға мынау Бируни және Әл-Фараби Жүсіп Баласағұнға дейін өмір сүрді, бірақ олардың жаңағы әл деген атауы бар, сондықтан да олар араб тілінде жазған еңбектерін. Ал Құтты білік алғашқы түрік тіліндегі еңбек екен. Жүсіп Баласағұн сонымен қатар саясатқа да араласқан болатын. Ол еңбектерінде Қарахан мемлекетінің билеушілерінің тарихын жазып, сөйтіп сол Қараханның билеушілері Жүсіп Баласағұнға бас уәзір деген атақ береді екен. Одан кейінгі біз қарастыратын тұлға бұл Махмұд Қашқари. Тоже 11 ғасырда дүниеге келеді. Ақсүйектер отбасында, Ақсүйектен бай отбасында дүниеге келеді. Оның басты еңбегі оқушылар міндетті түрде жаттап алыңыздар. Диуани лұғат әт-Түрк екен. Яғни ол кім болған? Ол тарихшы болған. Бұл Диуани лұғат әт-Түрк оның еңбегінде түркі халықтарының тарихы, географиясы, этнографиясы, экономикасы, мәдениеті, жалпы өмірі барлық жазылған екен. Ол жас кезінен бастап барлық түркі тайпаларының, халықтарының, мемлекеттерінің арасында саяхат жасап, соның барлығын өзінің еңбектерінде осы Диуани лұғат әт-Түрк деп аталатын тарихын жазып шыққан екен. Сонымен қатар бұл енді ол тарихшы болғаннан кейін түркі халықтарын зерттеп олардың тарихын жазғаннан кейін ол не болады? Ол бізде түркология ғылымының негізін қалаушысы болып саналады екен. Ең алғаш түріктердің тарихын зерттеген, географиясын, халқын, мәдениетін зерттеген осы Махмұд Қашқари екен. Бұл еңбегін жаттаған оңай. Диуани лұғат әт-Түрк, түрік сөзінен аяқталып отыр, яғни ол түріктерді зерттеген, ол тарихшы болған екен. Келесі біз қарастыратын тұлға бұл Қожа Ахмет Яссауи. Өмір сүрген уақыты 12 ғасыр. Яғни біз жаңа атап өткен ғалымдардың, ғұлама ғалымдардың ең жасы екен. Яссауи бізде жалпы түркілер арасында исламның таралуына шешуші рөл атқарады екен. Оның басты еңбегі оқушылар Диуани Хикмет деп аталады. Яссауидің Диуани Хикметі мен Қашқаридың Диуани лұғат әт-Түрк еңбектерін шатастырып алмаңыздар. Диуани лұғат әт-Түрк, яғни түріктер зерттеді Махмұд Қашқари, Диуани Хикмет бұл Қожа Ахмет Яссауидің басты еңбегі екен. Бұл тұлғаға қатысты не білу керек? Ең бастысы оның ұстазы Арыстан Баб болған екен, ал оның шәкірді Сүлеймен Бақырғани болған екен. Сүлеймен Бақырғаниді сонымен қатар Хакім Ата дейді. Шәкірті дегеніміз оның оқушысы. Осы Сүлеймен Бақырғани Яссауидан білім алған болатын. Кейін осы Сүлеймен Бақырғанинің көптеген еңбектері медреселерде діни білім жөніндегі оқулық ретінде пайдаланылған болатын. Жалпы мынау картада оқушылар жаңа мен айтып өткен 10-11 ғасырлардағы кесенелердің орналасқан жерлері көрсетілген. 5-6 нөмірде мына жерде орталық Қазақстандағы Жошы хан мен Алшы хан кесенелерінің орналасқан жерлері, мына жерде оңтүстік Қазақстандағы Тараз маңындағы Бабаджа Хатун, Айша бибі және Қарахан күмбезі кесенелерінің орналасқан жері. Және де мінекей Жент, мына жерде Отырардың қаласының маңында Кедер, Науакент, Баршы Кен деген секілді қалалардың орналасқан жерлері көрсетілген. Ал мынау жалпы Ұлы Жібек жолының бойындағы барлық орта ғасырлық қалалар екен. Бүгінгі сабақты оқушылар мынандай бір Бенджамин Франклиннің керемет сөзімен аяқтағым келіп отыр. Білімге салған инвестиция ең жоғары пайда келеді екен. Керемет сөздер. Осы сөзбен бүгінгі сабақты аяқтап оқушылар. Келесі кездескенше сау, саламатты болыңыздар.